boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. Сәлеметсіздер ме? Мен Болат Динара. 5-ші Б сыныбымен өткен ашық сабағымды назарларыңызға ұсынамын. Көңіліңіз қалай? Жақсы, отыра қойыңыздар. Енді балалар, ең алдымен жұмысты бастамас бұрын топтасып алайық. Ол үшін біздер әртүрлі суреттер берген, суреттер аламыз да әрбір сондай ұқсас топтарға барып топтасамыз. Үй тапсырмасын қорытындылау мақсатында EducaPlay платформасын таңдап алдым. Бұл платформа арқылы оқушылар интербелсенді тақтамен ойын ойнай отырып өткен сабақты қайталайды. Бұл платформа оқушылардың қызығушылығын оятып, сабаққа белсенді қатысуына үлкен ықпал етті. Жасыл дейді, дұрыс па екен? Жауап дұрыс, жарайсың. Үй тапсырмасын қорытындылап болған соң жаңа сабаққа түсінік беруге көштім. Сабақтың тақырыбы фотосинтезге қажетті жағдайлар. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты фотосинтездің жүруі үшін қажетті жағдайларын зерттеу. Қолымызға тағамыз, телефонымыздың камерасын ашамыз. Сол жерде бізде жасанды интеллект бүгінгі сабақтың тақырыбын және бүгінгі сабаққа бізге түсінік береді. Видеода көріп отырғандарыңыздай сабақтың тақырыбын, қол жеткізу керек оқу мақсатын және де жаңа тақырыпқа түсінікті жасанды интеллект берді оқушыларға. Бұл үшін мен голограммалық сағат жасап шығардым. Яғни голограммалық сағатқа QR код енгізіп, әрбір оқушыға бұл сағатты таратып бердім. Мен сіздердің жаратылыстану пәнінен жасанды интеллект боламын. Біздің қол жеткізуіміз керек сабақ мақсаты фотосинтездің жүруі үшін қажетті жағдайлар. Бағалау үшін лифт әдісін таңдап алдым. Яғни балалар өзара бағалау жүргізіп отырады. Әр тапсырма сайын жанында отырған жұптар тапсырма бойынша алған бағаларын лифт қабаттарын өзгерту арқылы алып отырады. Өсімдігіне су құйды. Осы су тамыр жасушалары арқылы жоғары көтеріліп, мына жапырақтарға барады. Одан Балаларға жаңа сабақты көрсете отырып түсіндірдім. Яғни фотосинтез процесіне қандай жағдайлардың қажет екенін, судың, көмірқышқыл газының және жарықтың фотосинтезде қандай маңызды рөл атқаратын, өсімдікке қандай жолдар арқылы түсетінін көрсете отырып түсіндірдім. Одан соң оқушыларға оқулықта бар ақпараттармен танысып шығуға тапсырма бердім. Суреттер сөйлейді әдісі арқылы тақырыптың мазмұнын аша білді. Яғни тақтада көрсетілген сурет арқылы бірінші топ фотосинтез ұғымын сипаттайды, екінші топ өсімдіктің тыныс алуына қажетті жағдайлар, үшінші топ фотосинтездегі жарықтың судың маңызы бойынша жұмыс жасап мазмұнын ашты. Топта талқылау жұмыстарын жүргізу үшін және постерге дайындау үшін 7 минут уақыт бердім. Бұл уақытты оқушылар тиімді пайдаланып, ұжымдық жұмыс атқара алды. Топтың әр мүшесі белсене қатысып, топтық жұмыс атқара білді. Дайын болған топтар өздерінің жасап шыққан постерлерін қорғауға шықты. Әр топқа қорғау үшін 3 минут уақыт берілді. Топтық жұмысты бағалау өзара бағалау арқылы жүрді. Яғни бірінші топты екінші топ, екінші топты үшінші және үшінші топты бірінші топтар бағалады. Тақырыпты ашалық деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Және не себепті ондай балл бергеніңіз? Менің ойымша тақырыпты дұрыс түсіндіре алмайды. Яғни өздеріне берілген тапсырманы толық меңгерді деп айта алмайсың, иә? Яғни екінші топта отырамыз, енді үшінші топта. Себебі, мысалы, жарықсыз өсімдік өспейді. Қараңғыда су арқылы гүл өмір сүреді. Яғни ол көмірқышқыл газды сіңіреді. Сол арқылы ол өзінің сол
тұрып оттек шығарады. Келесі. Өсімдікке қорек өте қажет. Үшінші топ өздерін жақсы көрсетті және көп мағлұмат берді. Сол себепті менің ойымша оларға Бүгінгі қол жеткізу мақсатымыз қандай еді? Бүгін біз сіздермен бірге фотосинтездің жүруі үшін қажетті жағдайларды зерттеу деген мақсатқа қол жеткізуіміз қажет. Қараңыздар, мына бургердің ішінде бізде тапсырмалар жасалған. Яғни бургерді ашсақ, ішінде тапсырмалар орналасқан. Бұл балалар жұптық жұмыс. Қазір мен әр топқа таратып беремін. Шынайы орындау уақытысы 4 минут. 4 минуттан кейін осыны тексеріп шығамыз. Тапсырма түсінікті ме? Екінші тапсырма жұптық жұмыс болды. Бургер әдісі арқылы өтті. Оқушылар фотосинтезге қажетті жағдайларды және қажеттілік сипаттарын жұптасып орындады. Қандай жарайсыздар балалар? Жарайсыздар. Ерсұлтан жарайсың. Бізде 1, 2, 3 жұмыс. 3 жұп қана өзінің жұмысын әлі аяқтаған жоқ, иә? Жақсы. Ал оқыңыздар бірінші. Бір қажетті жағдай сипатын оқыңыз. жағдайлар күн өсімдікке қажет. Күн өсімдікке қажет. Көмір қышқыл газ шығарады. Көмір қышқыл газын бөледі ма? Шығарады ма? Су. Аха. Жақсы. Хлорофилл өсімдікте Жақсы. Келесі. күн сәулесі Хлоропластта кездеседі. Жақсы. қажеттілік сипаты пигмент өсімдіктеріндегі Оттегін бөліп шығарады. жалпы хлорофилл деген, фотосинтез дегеніміз өсімдіктерде жапырақтары арқылы ауалайлар қажеттілік сипаты хлорофилл. Қажетті жағдай және қажеттілік сипаты ауа. Өсімдікте өтетін процеске өсімдік қажетті жағдай болады ма сонда бізде? Бұл уже жауап дұрыс емес. Жақсы. Келесі Индира. Қажеттілік жағдайлардың екінші мысалы. Жақсы. Қажеттілік жағдайға бізге ауа және көмір қышқыл газы керек. Енді бір жұмыстарымызды алмастырамыз бір-бірімізге сағат тілімен жұмысты алмастырамыз. Алмастырамыз. Бір балл береміз. Мүлдем орындалмаған немесе бір сөз болса, бағаламаймыз. Балалар бекіту мақсатында ақиқат және жалған деген тапсырма орындаймыз. Тақтада тұрған тапсырма. Жеке төбесіне аты жөнін. Балалар бұл жеке жұмыс. Өзіміз орындаймыз. Жандар жұмысымызбен ауыстырамыз. Жұмысымызды ауыстырамыз. Барлығымыз бағалаймыз. 5 пен 3-тің аралығы дұрыс болса, онда толық 2 балл. 2 мен 1-дің аралығы дұрыс болса, тек 1 балл ғана. Аяқтадық па балалар? Қандай сабақтың басындағы жағдайларды
зерттеу болады. Қалай ойлайсыздар, бүгінгі сабақта біз осы мақсатқа қол жеткізе алдық па? Иә деп ойлаймыз ба? Барлығымыз толық меңгердік па? Жақсы. Онда бүгінгі сабақта сіздерден кері байланыс алу мақсатында сіздерге мынандай жарықтарды таратып беремін. Жарықтың фантазиямызге маңызы зор болды ма бізде? Зор болды, иә балалар. Яғни жарыққа байланысты бізде фотосинтездің жылдамдығы әртүрлі болады. Енді қазір әр оқушыға таратып беремін. Сіздер ол жерге аттарыңызды және сабақтан алған эмоцияларыңызды жазып, мына тақтада тұрған біздің эмоцияларымызға әкеліп саламыз. Егер сіздер тақырыпты түсінбесеңіздер, өзіңізді жайсыз сезінсеңіздер, мұңға алып кетіп саламыз. Егер сіздер сабақта өздеріңізді қобалжып, әлі де дайындалып